Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен элементар сандар теориясына кіріспе деген дәріспен бөлісемін. Біріншіден бүгін наурыздың 14-і бізде бұл халықаралық математиктер күні, яғни бұл пи санымен байланысты. Пи дегеніміз бізде 3,14, яғни 3-ші айдың 14-іне келіп тұр. 2019 жылдан бастап бұл халықаралық күн болып, математиктер күні болып саналады. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызды халықаралық математиктер күнімен құттықтаймын. Енді мына сандар теориясына келетін болсақ, сандар теориясы деген не деген сұрақ? Бұл сандар теориясы жалпы сандардың белгілі бір түрлерінің қасиеттері мен байланыстарын зерттейтін математиканың бөлігі. Көбінесе бұл сандар теориясында біз оң бүтін сандар жиынын қарастыратын боламыз. Нақтырақ айтсақ, бұл жай сандар, яғни 1 мен өзіне ғана бөлінетін сандар. Мысалы 7, 5, 13, 29 сияқты сандар. Мына сандар теориясының негізгі нәтижесі бұл жай сандар, оң бүтін сандардың мультипликативті құрылыс блоктар екендігін көрсетуде. Мысалы, 15 деген санды алып көріңіздер. Ол 3 пен 5-тің көбейтіндісі 12, мысалы 2-нің квадраты, яғни 4 көбейтілген 3. Енді осылай көп мысалдар келтіруге болады. Бұл нәтиже арифметиканың фундаменталдық теоремасы деп аталады. Яғни ол бізге кез келген оң бүтін сан кемімейтін тәртіпте жай сандардың көбейтіндісі ретінде бір мәнде жазылатынын айтады. Біз алдағы уақытта бұл теоремаларға тоқталатын боламыз. Енді жай сандардың тарихы ол 2500 жыл бұрынғы ежелгі грек математиктерінен бастау болады. Ең бірінші туындаған сұрақ бұл жай сандар олар шексіз көп пе деген сұрақ. Бұл сұраққа ежелгі грек математигі Евклид өзінің негіздер деген еңбегінде жауап берген. Яғни жай сандардың шексіз көп екендігін дәлелдеген. Бұл дәлелдеу осы күні бүгінге дейін математикадағы әдемі дәлелдеулердің бірі ретінде қабылданған. Енді мына жай сандарға деген қызығушылық негізінен 17-18 ғасырда қайта жанданды. Оған себепші мына француз математигі Пьер Ферма мен швейцариялық және ресейлік математик Леонард Эйлердің көптеген осы жай сандарға қатысты ашқан нәтижелері, ашқан жаңалықтары және жай сандарды генерациялау үшін ұсынған тәсілдері болып табылады. Енді мына Пьер Фермаға оның ғылыми ізденіске түсуіне ерекше әсер еткен бұл мына француз математигі Баше Мезирактың 3-ші ғасырда өмір сүрген грек математигі Диофанттың арифметика мәселелерімен анықталмаған теңдеулер жүйелерімен байланысты нәтижелеріне жазған түсініктемелер мен толықтырмалары, ол арифметика деп аталған. Осы кітапты Ферма қызығушылықпен көп оқыған деседі. Енді мына алдағы даму ол 19-шы ғасырдың мына x егерде бізде бір сан берілетін болса, осы x деген бүтін санға дейінгі қаншалықты жай сандардың бар екендігін дәлдігін бағалауға бағытталды. Және мына арифметикалық прогрессиядағы жай сандардың шексіздік туралы нәтижелер алға дамудың бір белесі болды. Сондай-ақ қаншалықты дамыса да әлде де шешілмеген сұрақтар көп. Мысалы, атышулы сұрақтардың бірі шексіз көп егіз жай сандар бар ма деген сұрақ. Яғни олардың бір-бірінен айырмашылығы тек 2-ге тең. Мысалы 3, 5, 5, 7, 11, 13 сияқты жай сандардың жұптары шексіз көп пе деген сұрақ әлі күнге дейін ашық. Енді мына заманауи сандар теориясына ерекше еңбек сіңген ғалым бұл неміс математигі Карл Фридрих Гаусс. Ол мына тарихта ең бір маңызды рөл ойнаған 19-шы ғасырдағы басында салыстырулар тілін енгізді. Егер оң бүтін саны а минус b-ны бөлетін болса, онда біз а және b2 бүтін сандары m модулі бойынша салыстырымды дейміз. Яғни бұл жерде мына салыстырулар тілі теңдеулер тілімен жұмыс істейтіндей бөлу қатынасымен жұмыс істеуге мүмкіндік берілді. Енді
Гаусс сондай-ақ көптеген жаңалықтар ашты. Енді солардың бір ірісі өз аралықтың квадраттық заңы. Яғни бұл заң не дейді? Q жай саны екінші жай сан Q модулі бойынша толық квадрат, және де Q жай саны P модулі бойынша толық квадрат бола алатындығын байланыстырды. Карл Гаусс тарихта көптеген аңыздарға бергісіз ғалымдардың бірі. Ол көптеген жаңалықтар ашты. Сондай-ақ мысалы оның дарындылығының бір көрінісі ретінде ол 1-ден 100-ге дейінгі сандардың қосындысын 6 жасында есептей алған деседі. Енді есептеу жолы қысқаша көрсетілген, бұл көпшіліктеріңізге белгілі болуы мүмкін, сондықтан біз тоқтамайық. Негізгі мәселелер. Енді жай сандардың құрама бүтін сандардан айырмашылығы бұл сандар теориясындағы негізгі мәселе болып табылады. Яғни бұл мәселемен шұғылдану жай сандыққа текстілеудің тұтас арсеналын туғызды. Енді сан берілетін болса бізге, онда біз оның жай сан ба, жай сан емес пе екендігін анықтауымыз керек болды. Енді жай сандыққа тексерудің ең қарапайым тесті бұл оң бүтін саны оның квадрат түбірінен аспайтын әрбір жай санға бөлінетіндігін тексеріп шығуда. Бұл егер берілген сан кішкентай сан болатын болса, онда бұл қолайлы. Ал егерде бұл мейлінше үлкен сан, мың сан қарастыратын болсаңыз, ол оң бүтін сандарға бұл ұтымды емес. Сондай-ақ, мысалы, көптеген әдістер пайда бола бастады. Соның бірі, мысалы, Пьер Ферманың мынандай тұжырымы. Әрқашан P жай сан болғанда, P саны 2-нің P дәрежесі минус 2-ні бөлетіндігінде. Енді көптеген математиктер бұны кері тұжырымда дұрыс па деп ойланды. Яғни егер P саны 2-нің P дәрежесі минус 2-ні бөлетін болса, онда P жай сан бола ма деген ойлар болды. Бірақ бұл олай болмай шықты. Яғни P тең 341 болған кезде 2-нің P дәрежесі минус 2-ні де бөледі. Бірақ біз білеміз, P бізде жай сан емес екендігін. Бұндай сандарды псевдо жай сандар деп атайды. Ал бұл мәселе, ұтымды әдіс табу мәселесі көп мыңдаған жылдар бойы ашық тұрды. Енді осыны 2002 жылы үндінің 3 компьютер саласындағы ғалымдары Манандрия Агроуэл, Нираж Каял, Нитин Саксена шешті. Енді басқа бір орталық мәселе бұл берілген оң бүтін санды жай сандардың көбейткіштеріне жіктеу мәселесі. Оң бүтін санды көбейткіштерге жіктеуді сынақтап бөлу арқылы табуға болады, бірақ бұл әдіс өте көп уақытты қажет етеді. Ферма мен Нейлерден бастап, басқа көптеген математиктер соңғы 30 жылда жіктеу әдісінің кең ауқымына кеңейтілген жіктеудің шығармашылық алгоритмдерін жасады. Енді бұл алгоритмдермен біз алдағы уақытта танысатын боламыз. Сондай-ақ келесі мәселе бұл сандар теориясындағы үлкен бүтін сандарды табуға кететін уақыт пен үлкен бүтін сандарды жіктеуге кететін уақыт арасындағы дихотомия. Бұл бізге криптожүйе жасауға негіз болды. Қазір өзіміз қолданып жүрген, мысалы, электрондық қолтаңбаға негіз болған RCA криптожүйесі осы сандар теориясының негізінде жасалып отыр. Енді RCA криптожүйесінің біз ашық кілтті криптожүйе екендігін білеміз. Яғни сізде өзіңізде мысалы ашық кілтіңіз болады, және соған сәйкес өзіңізге құпия кілтіңіз болады. Сізге кез келген адам сіздің ашық кілтіңізді пайдалана отырып, шифрленген хабарлама жөнелте алады. Ол хатты тек сіз ғана оқи аласыз. Міне осындай жүйе туралы алдағы уақытта тоқталатын боламыз. Енді теңдеудің бүтін шешімдерін іздеу сандар теориясының басқа да бір маңызды бөлігі болып табылады. Енді ішіндегі, егерде біз теңдеу шешу барысында, егерде оған бүтін шешімдер ізденісіндегі шарт қоятын болсақ, онда бұл диафанттық теңдеу деп аталады. Диафанттық теңдеудің көптеген түрлері бар. Мысалы, ең танымалы мына бірінші түрдегі ферма теңдеуі. Енді бұл салада
атышулы ең танымал десек болады ферманың соңғы немесе кейде үлкен немесе ұлы теоремасы деп жатамыз. Ол теорема былай деп аталады. Ең көрсеткіші екіден артық натурал сан болғанда бірінші теңдеуді қанағаттандыратын бірде бір бүтін сан болмайды дейді. Ең тең үш болған кезде бұл теореманың бір дәлелін Орта Азия математигі Әбу Мұхаммед Ходжани еңбектерінде келтірілген. Ең тең 3 және 4 болған кезде теореманың дұрыстығын Эйлер көрсеткен деседі. Ең тең 5 болғанда неміс математигі Лежен Дирихле дәлелдеген. Ал неміс математигі Эрнст Кумер 19 ғасырда теореманың 3 пен 100 аралығында барлық ендер үшін дұрыстығын дәлелдеген. Тек қана 1994 жылы теореманы ағылшын математигі Эндрю Уайлс әріптестерімен дәлелдеп шықты. Енді қазіргі кезде компьютер мен интернет болған заманда компьютерлерді интернет арқылы жалғап, яғни қуаттарын арттырып, біз сандар теориясындағы жаңа есептеу жаңалықтарының жылдамдығын қарқынды дамытудамыз. Бұл ізденіске кез келген адам қосыла алады. Мысалы, жаңа Мерсен жай сандарын табу деген жоба бар. Бұл 2-нің p дәрежесі минус 1 түріндегі жай сандарды іздеу. Бұндағы p да өзі де жай сан. Мына Мерсен деген ғалым, бұл Ферма заманында Фермамен екеуі хат алысқан үзеңгілес ғалым болған кісі. Мына жоба Мерсен жай сандарын іздеу 1996 жылдан бастап жұмыс істейді. Мына көрсетілген сайттан кіріп көрсеңіздер болады. Ол сайттың мәліметі бойынша 48-ші Мерсен жай саны 2013 жылы табылған. Қазіргі кезде 150 мың ақш долларын құрайтын жүлдесі бар. 100 миллионнан астам цифры бай жай санды табу үшін бірлескен күш-жігер жүргізілуде. 2018 жылдың 7 желтоқсанында табылған Мерсен жай санында 24 миллион 862 мың 48 цифр бар. Енді мына қолданылған әдебиетке келсек, мәліметтер Розенкнездің Elementary Number Theory and Application деген кітабынан алынды. Өте жақсы кітап. Сіздерге қолдануға кеңес беремін. Соңғы жылғы, мысалы, 94 жыл және Уэльстің мына жаңалығы бұл кітапқа кірген. Одан кейін қазақ тіліндегі бір жақсы кітаптар Оразбаевтың сандар теориясы. Алматыда шыққан 70-ші жылдары. Мына тарихи мәселелерге келетін болсақ, математикалық жаңалықтардың, математиктер туралы жалпы Исқақов, Назаровтың мына көрсетілген кітабын сіздерге ұсынамын. Жалпы назар аударғандарыңызға рахмет. Дәріс ұнаса лайк басып, каналыма жазылуға шақырамын. Халықаралық математиктер күні құтты болсын. Жақсы, сау болыңыздар.